Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім, менің каналыма кіргендеріңізге рахмет. Бүгін сіздерге дәмді және оңай жасалатын күлше нан, яғни мини лепешкалар рецептімен бөлісемін. Бұл лепешкалар ыстықта, салқын күйінде де өз формасын сақтап қатып қалмайды, міндетті түрде жасап көріңіз. Және тағы бір айта кететіні, егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Ендеше жасалу жолына көшейік. Ең алдымен илеуіштен өткен ұнымызға тұз, қант, құрғақ ашытқы салып араластырып аламыз. Одан кейін сұйық затқа көшеміз, оған сүт қосып араластырып, кейін ерітілген сары майды қосып қамырымызды біріктіреміз. Ыңғайлы болу үшін ең алдымен қасықпен жинақтап, кейін қолмен басамыз. Қамырымыз орташа жұмсақтықта болады. Міне дайын болған қамырдың үстіне енді бір шай қасық мөлшерінде кез келген майды құямыз, олив майы болсын, сұйық май болсын. Одан кейін бетін жауып, жылы жерге 1 сағат шамасында көтерілгенше қойып қоямыз. Міне уақытымыз өтті, жақсы болып көтерілді. Енді жұмыс столына салып, ұзынша етіп, қалауынша бірнеше бөліктерге бөлеміз. Одан кейін әрқайсысын дөңгелектеп, лепешка формасына келтіреміз. Осылай түрлі формалар жасауға болады. Бұл үйдегі заттармен немесе дүкеннен арнайы лепешка арналған құрал сатып алсаңыз да суреттер жасауға болады. Енді кезекте формаға сәл май жағып, немесе пергамент қағазын төсейміз. Одан кейін әр күлше нанның үстіне жұмыртқа жағып, қалауынша кунжут, тмин тұқымдарын сепсеңіз болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіреміз. Піскеннен кейін ыстықта немесе салқындатып кез келген тағамдармен жей берсеңіз болады. Асыңыз дәмді болсын. Келесі рецепттерде кездескенше аман сау болыңыз. Назарларыңызға көп рахмет.